Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Білім күні бүгін бәріңізді осы оқу жылының жақсы бастауымен құттықтаймын. Мен қазір мектебім мейірім мекені деген сынып сағатын өткізіп, өзімнің 10-шы Б сыныбымен олардың кері байланыстарын оқып отырмын. Мейірім дегенді қалай түсінесің? Өзің мейірімділік жасаған кездерің болды ма? Деген сұрақтармен бірге, қарапайым сұрақтармен бірге бір ерекше сұрақ қойдым. Онша қазақ аудиториясында қойылмайтын сұрақ. Мейірімнің түсі қандай деген. Осы сұрақ қою техникасы бойынша осы сұрақ оқушыларға ой салды. Олар оған дейінгі сұрақтарға жауап беруге қысылып отырған, өйткені бұл сынып 2-3 сыныптан биыл қосылды. Білесіздер, 9-шы сынып бітіргеннен кейін оқушылардың көпшілігі орта арнаулы оқу орындарына кетеді, сөйтіп сынып қайтадан жасақталады. Сондай сыныптың бірі болғандықтан есейіп қалған балалар өзінің пікірін бұрынғыдай анық айтуға тартыншақтап отырған еді. Ал осы сұрақ қойылды, сонан кейін жауап бере бастады, және әсіресе мынау кері байланыстарында жақсы сөйлемдер жазылыпты. Енді мұғалімнің бір іліп алатын жері осы оқушыларға осындай бір түрткі сұрақтар салып отырса, ерекше олардың бір ойын қозғайтындай сұрақ қою техникасын үйренсек, құрметті әріптестер, сіздердің оқушыларыңыз сіздерге де жақсы ой салатын болады. Мәселен, мейірім адамның көп жасаған жақсылығынан көрінеді дейді. Бір оқушы айтады, меніңше жасыл түс мейірімнің түсі сияқты дейді, себебі ол алыстан көрінеді дейді. Қараңыздар, қандай керемет. Екінші оқушы айтады, мейірім адамның жеке принциптері, көзқарасы дейді өмірге, өзінің бір жасайтын жаңалығы деп қойыпты. Ол да бәлкім жақсы. Мейірім ол адамға деген махаббат дейді. Екі адамның бір-біріне көмектесуі мейірімді адамгершілікке жатқызуға болады дейді. Ол енді 10-шы сыныптың оқушысы жазып отырған пікір. Мейірім деген жақсылық, мысалы, бұл мейірімді біреуге көмектесетін адамды айтады дейді. Әлихан жақсы ой жазыпты. Келесі, мейірім деген жүректің кілті дейді. Адам қанша жақсы мейірімді болса, соншалықты құрметті саналады дейді. Қараңыздар, қандай әдемі. Мейірім бір-біріне соңғы бөлшек нан қалса да бөліп беру деп аталады дейді. Тамаша. Мейірім адамгершілікпен бір-бірін құрметтеу деп жазыпты. Бір оқушы үндемей отырған бала құрмет деген. Мейірім деген адамның бойындағы ең басты қасиеттердің бірі депті Елнұр. Мейірімді адам ол жақсы, тәрбиелі, адамгершілігі мол адам. Мысалы, өзіміздің анамыз дейді, ең мейірімді адам деп саналады, бізге ең соңғы нәрсесін беруге дайын адам депті. Керемет. Мейірім мекені мектеп екенмен келісемін депті Алдияр. Тамаша. Мектепте мейірімді болуға үйретеді. Мейірім адамның бойындағы керемет қасиеттің бірі депті. Рахмет. Мейірімділік деген адамның өзге біреуге жылулығы, сыйластығы, жанашырлығы депті. Мынау керемет ой жазыпты. Мейірімділік, қайырымдылық, адалдық секілді жүректе орналасады депті. Қандай керемет. Рахмет ұлан. Келесі, мейірім ол адамдардың бір-біріне деген махаббаты. Мейірім менің ассоциация, менің ойымша, оның түсі ақшыл, сары түс елестетем депті. Келесі бір оқушы ауызша айтты, мейірім ол күн сияқты депті. Оның түсі қандай сары болатын болса, меніңше мейірім де сары түс секілді деген сияқты ойлар айтты. Мына осындай ойлары бар оқушыларыммен мақтанамын. Сіздерге де осындай оқушылар, талантты оқушылар арқылы табысқа жетуді тілеймін. Құрметті әріптестер, мереке құтты болсын. Осы оқу жылы бұрынғы жылдардан да сізге табыс алып келсін.